Бүгін біз қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, жерлесіміз, ақын, халыққа адал қызмет еткен Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Оразақан Асқардың өзіміздің өлеңдені жыр қайнар атты еске алу кешіне жиналып отырмыз. Бүгінгі еске алу кешіне қош келдіңіздер. Оразақан Асқар көптеген жыр жинақтарының авторы, балалық шаққа саяхат, жүрек сыры, туған жер, сағыныш сияқты кітаптармен танылды. Ақынның жыр шумақтарына кезек берейік. Сахнада Ербол Сыпатаев атындағы мектеп оқушылары қарсы алыңыздар. Оразақан Асқар, бел-жайлау. Сынтастан шықсаң мініп сыланкерге, қайдағы көңіл соғып бір әндерге, құшақтап жұпар гүлін алдан шыққан, бел-жайлау кетеді құсақ бұран белге. Сол жағың үлкен кіші қарағайлы, оң жақтан қарлы шыңдар қамалайды. Орнымды жыл күткен күнің, арман неткен алыста еді. Батыр тоқтар өз ұлтының болды. Ауылым, армысың аяулы ауылым шалғайдағы, оралған ұлы емеспін жамбайбағы. Жүрсе де қайқияда түлегіңнің сағынып өзің болдың сарғайып. Өз тілінсіз көрсен де өз күніңді, өз тілінсіз болсан дасқан білімді, өз халқына бола алмайсан азамат. Білмей тұрып Түркістанда туырдатыр қайғазан, әлем доған тең келеді қайғазан. Тумысынан көпшіл жомарт қонақжай, қазақтың кең пейіліне сайғазан. Келді елінен шыққан ақын, айналды алпалаштың көсемінде. Оразақан ақынның ізі қалған, қош келдіңдер қасиетті жеңген ақын. Мұқағали ұлы ақынмен сырлас болып, қасына мықтыны боп ерген ақын. Жалындай бас журналға басшы болып, елінің ертеңіне сенген ақын.